Сәлем YouTube, мен Әлбек, бұл Техногаз арнасы. Кеттік. Қысқада нұсқа, бүгінгі видеомыз Google Pixel 4a смартфоны жайлы болады. Біреу білсе, біреу білмес, Google компаниясы смартфондар жасап шығарады. Ол 2016 жылдан бері бастады және осы жылға дейін жыл сайын флагманды және қолжетімді телефондар сериясын шығаруда. Ал Google Pixel 4a келсек, ол жақында ғана 3 август күні ұсынылды. Жақынырақ таныстырайын. Дизайны және сыртқы панель. Арқа панель толық пластик, арқа панельде камера блогы және қол ізімен ашылатын сканер орналасқан. Арқа жағы дизайнына қарасақ, түк әдемі емес, өте арзан көрінеді. Алдыңғы панельге келетін болсақ, алдыңғы панельді толық дерлік экран алып жатыр, тек қана сол бұрышында орналасқан камераны есептемегенде, алдыңғы панельге респект. Өте әдемі шыққан, сүйкімді әрі өте қолайлы жерде камерада орналасқан. Экран 5.8 дюймді Full HD плюс разрешениемен, ал қатынасы болса 19.5-ке 9 қатынастар. Ал енді камералары. Олар жалпы екеу, алдыңғы жағында және арқа жағында бір камерадан. Арқа жағында камера келетін болсақ, ол 12.2 мегапиксельді. Ең қызығы диафрагмасы 1.7. Яғни сіз түнгі уақытта оның фото және видео мүмкіншілігі жақсырақ болады, яғни жарығырақ болады дегені. Селфи камера келетін болсақ, ол 8 мегапиксельді, 2.0 диафрагмамен, қамти алатын бұрышы 84 градус. Процессор ретінде бұл жерде америкалық Qualcomm компаниясының Snapdragon 730J чипсеті орналасқан. Жалпы басқа телефон өндіруші компаниялар дәл осы сегментте, Google Pixel 4a сегментінде өзінің телефондарына 765G чипсетін орнатып жатыр. Яғни бұл жағынан сәл Google арқада деуге болады. Ал оперативкасы 6 гигабайт, ал негізгі жады болса 128 гигабайт. Аккумулятор. Бұл жерде Google Pixel 4a смартфонның аккумуляторы 3140 мАч, яғни бұл смартфонның ең слабый жері деуге болады. Өйткені қазіргі таңда басқа да осы бюджетный сегменттегі телефон өндіруші компаниялардың өзінің смартфондарына 4000 мАч-тан азын қойып жатқан жоқ. Ал енді бағасы. Айтпақшы, бағасын айтпастан бұрын бұл телефонның өзінің сатылатын шектеулі жерлері бар. Олар Америка, Канада, Ирландия, Германия, Австрия, Япония сияқты жерлерде сатылады. Ал Қазақстанға қашан және қандай бағамен келуі әзірге беймәлім. Жалпы Google компаниясының жаңа ұсынған смартфоны осы. Егер видеомыз ұнаған болса, Марат Оралғазин айтқан сияқты фык-фык етіп лайк басып, фык-фык етіп каналға тіркеліп қойыңыз. Келесі кездескенше қош сау.